Мына құрметті жиналған қауым, мынау енді қазақта бір сөз бар ғой, айтпаса сөздің атасы өледі деген. Енді біз енді мынау өзім журналистерден сайланған депутат болғаннан кейін мынау қоғамда болып жатқан көп мәселелерді жіті қарап отырам. Соның ішінде мынау қазір қоғам пікір туып жатқан мына водоканал жайында бір мәселені көтергім келіп отыр, егер рұқсат болса. Қазір енді өздеріңіз білесіздер, президентіміз мынау әділетті Қазақстан деген үлкен бастаманы өмірге алып келді. Біз мына елдің ішінде жүреміз, халықпен кездесеміз. Мына халық көп бізден сұрақ қояды. Сіздер осыдан 2 жыл алдын әділетті Қазақстан деген бастама өмірге келеді. Барлық нәрсе әділетті болады. Халықтың önüne билікке жақын жетеді. Барлық нәрсе халықтың игілігі үшін болады деп деген едіңіздер, қашан болады деген сұрақтар қойды өткенде. Жалпы енді өздеріңіз көріп жатсыздар, қаншама мынау елдің ішіндегі мынау кезінде 30 жылда жіберген бізде кемшіліктер қазір мына президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен көп мәселе өз деңгейінде шешіліп жатыр. Бірақ оған уақыт керек. Былай қарағанда бір ғана қазір қарап отырсаңыздар, жемқорлардың есебінен Шымкентте мына жайлы мектеп салынып жатыр, 24 мектеп. Енді біз қазір әділетті Қазақстан деп сол мен тұрғынға сұрақ қойғанда жауап бердім. Сіз қазір бір ғана Шымкент қаласының өзін алсаңыз, кезіндегі мынау әкімдердің заңсыз өтіп кеткен қаншама нысандар мына халықтың игілігіне қайтып жатыр, саябақтар қайтып жатыр. Енді соның ішінде мынау бір маңызды нәрсе мына водоканал. Бұл енді үлкен мемлекеттік стратегиялық маңызы бар нысан. Енді бұлай түсіне білген адамға бұлай қарап отырсаңыз, президентіміз су министрлігін құрды. Жалпы бізде қазір өте күрделі нәрсе мына суға байланысты болып жатыр. Соғыстардың бәрі, жалпы бізде Орта Азиядағы ең мына қауіпті нәрсе осы болашақта саясаткерлердің су үшін соғыс болады деген үлкен бір өздерінің тұжырымдары бар. Сондықтан біз қазірден бастап осы суға байланысты көп мәселелерді алып жатырмыз. Көп мәселелерді біз басынан қарап, мынау кезінде жіберген қателіктерді қазір біз болашақ ұрпаққа қалдырмай, өз соны жергілікті билік өзінің ретімен барынша дұрыстап жатыр. Енді менің айтайын деп жатқан нәрсем бұл жерде. Соңғы кездері мынау бұқаралық ақпарат құралдарында жалпы водоканалға осындай шабуыл жасалып жатыр, водоканал осындай жұмысын қалыпты істеп жатыр деген әңгімелер болып жатыр. Енді ол дұрыс қой, әркім идеологияны өзіне қарап тартады. Бірақ шын мәнінде халықтың жағын ешкім ойлап жатқан жоқ. Мен ол әріптестерімді водоканал туралы, сол водоканалдың мүддесін қорғап жатқан әріптестерімді мен сынамаймын. Мен әрдайым олардың пікірін құрметпен қараймын, бірақ өзім де соған байланысты бір айтар ойларым бар еді. Мысалы, біз қазір халықпен кездесеміз. Мен мынау Қайнарбұлақ деген елді мекенде мен сол жаққа жауаптымын депутат ретінде, сол жақтың халқымен кездесемін. Көптеген мәселе осы суға байланысты болады 2 жылдан бері. Неге бізде тарифтер жоғары дейді? Сіздер депутат ретінде маслихатта осыны көтермейсіздер ме? Осы мәселені сіздер шешмейсіздер ме депутат ретінде дейді. Енді бұл тек қана маған қойылған сұрақ емес, ол жерде мынау округтен сайланған барлық әріптестерімізге қойылған сұрақтар да ойлаймын. Мен мысалы анықтап қарадым, мысалы, бізде мына Шымкентте тұрғындар үшін сумен жабдықтау тарифі шамамен 97 теңгені құрайды екен. Бұл көрсеткіш Астанада 65 теңге. Яғни 1,5 есе аз. Алматыда тариф 55 теңге. Бұлай қарағанда водоканал енді жекенің қолында болғаннан кейін, ол монополист компанияға бұны бағаны ешкім оған түсір, или қой деп айта алмайды. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, мысалы бізде тұрғындар үшін кәріз тарифі 51 теңгені құраса, Алматыда бұл 2 есе төмен. Астанада 300-де қарастырылған. Енді осыны енді бізде қазір айтып жатыр. Мен сол кезде кеше біраз пікірлерді көрдім. Жалпы бұл енді президентіміздің әділетті Қазақстан деген бастамасына сол кісілер қарсы қадам жасап жатыр да. Енді біз енді осы депутат болғаннан кейін, журналист болғаннан кейін әңгіменің әділдігі керек қой. Ол жерде біз мынау мемлекеттің саясаты, жалпы жергілікті билік бұл жерде водоканалға тиісіп жатқан жоқ. Ешқандай бір мына жекеменшік нысандарға, соның ішінде мынау кезінде әділ өткен нысандардың ешқайсысына тиісіп жатқан жоқ. Мен журналист ретінде қарап отырмын. Бұл жерде мына кезінде водоканал ол заңсыз өткен.
Себебі сол водоканалдың қазіргі иесі, қазіргі қожайыны Анарбек Орман мырзаны мен өз басым құрметтеймін, өте мәдениетті адам. Бірақ кезінде сол кісі 95-97 жылдар аралығында әкім болды. Водоканал жекешелендіру сол кезден бастап басталды. Сөйтіп 97 жылы ол кісі әкім қызметінен кеткеннен кейін водоканалдың директоры болып өзінің иелігіне алды. Бұл енді мен түсінемін, егер Анарбек Орман мырза водоканалды өзі салған болса, өзі осыған байланысты өзінің барлық мүмкіндіктерін істеген болса, сонда мен айтар едім, мына жерде мына шындығын айтайық та, жергілікті билік мына мәселе бұл шын мәнінде дұрыс емес деген сияқты мәселелер болып жатыр. Сондықтан бұл жерде водоканалға байланысты қазір мен қарадым, бұл нысан халықтың нысаны, бұл халықтың меншігінде. Кезінде мемлекет бұны саған, кезінде осындай әкімдердің осындай құйтырқылық әрекеттерінің арқасында водоканал жекенің қолына өтіп кетті. Бұл жерде сол заңдар сақталмады. Бізде де өте көптеген мәліметтер бар. Мен сол мәліметтерді өзімнің иелігімдегі Уақыт газетінде шығардым. Сондықтан бұл мәселеге терең қарайық, әңгіменің әділдігін айтайық. Ол тек қана бір әкім немесе бір президентке біз әділетті Қазақстанды орнатып бер деген, ол шын мәнінде былай қарағанда әділет шешім болмайды. Сондықтан біз әділеттілікке бірге жетейік. Барлығымыздың артымызда халық бар. Халық айтса қалып айтпайды. Біз шындық жағында жүрсек адаспаймыз. Сондықтан водоканалды шын мәнінде мынау қайтару бастамасын мен қолдаймын, және менің әріптестерім де қолдайды деп ойлаймын. Енді қазір осы жерде қаншама журналистер отыр, телеарна, газет, сайттан отыр. Сондықтан сіздер де пікірлеріңізді алыңыздар, және бұл бастамаға біз кішкене әділдік жағына жүрсек, сонда біз ұтылмаймыз. Одан бөлек мен тағы да бір зерттедім. Су ресурстар маркетинг 2020-2022 жылдары 32 миллиард кіріс тапқан болса, шығын көлемі 38 миллиард болған. Бұны қалай түсінуге болады? Жарайды, оны да қоя берейік. Бірақ біз журналистер осы мәселені айтқан кезде біз шындықты айтайық та, біз махаббаны бір жаққа кетпейік. Біз әңгіменің әділдігін айтайық. Өйткені халық журналистерге сенеді. Одан бөлек қазір табыс жоқ деп жатырмыз, мақұл. Бірақ ол кісі 40-тан аса жылжымайтын мүлік алған. Бізде мәліметтер бар. Қазір сол зерттеу үстінде. Одан кейін 30-дан астам жылжымалы мүлік жазылған деген дерек бар. Жалпы бізде осы мәселелердің бәрін зерттесек, осы мәселелердің бәрін айтсақ, сондықтан мынау бізде қала әкімінің осы жерде орынбасары, идеологияға жауапты Сәрсен Құранбек мырза бар ма екен? Сәрсен Құранбек мырза, осы мәселелерді кішкене мынау халыққа біз дұрыс ақпарат берсек, халық қазір түсінбей қалды, ненің не екенін. Сондықтан біз осы мәселелердің барлығын халыққа шынайы түсіндірсек, егер мен осы мүмкіндікті пайдаланып, осы маслихат мінберінде айтар едім, егер Анарбек Орман мырза егер анық айтары болса, блогерлерді, журналистерді жалдамай-ақ, мен осы өзімнің осы жерде телеканалды ұсына отырып, мен осы кісі тікелей эфирде халықтың алдында мен ол кісімен ашық дебатқа шығуға дайынмын. Рахмет. Егер керек болатын болса, барлық мәселелерді нақты түсіндіріп берейік. Бұл жерде мен айтайын деп жатқаным, Бахадыр Мәдиевич, қазір сөзімді аяқтап қояйын. Айтайын деп жатқаным, біз президенттің әділетті Қазақстан бастамасын біз қазір өміршең етуіміз керек. Бұл водоканал, бұл кезінде халықтың ақшасы соғылған мекеме. Сондықтан біз осыны қайтаратын уақыт келді. Қазір әлі де бар. Әлі де арамызда жемқорлар бар. Әлі де сотталмай жүрген жемқорлар бар арамызда. Бірақ уақыты келгенде жақын күндері оның барлығы әділдік орнайды. Осы водоканалдың төңірегінде топтасып жүрген мен біраз мәжіліс депутаттарын білемін, біраз маслихат депутаттарын білемін. Бізде мәлімет өте көп. Бірақ біз адамгершілікке салып, біз мына халықты дүрліктірмейік деп, біз көп мәліметтер ұстап отырмыз. Ал егер шын мәнінде бұлай халықты адастыратын, егер мынау елді шатастыратын ақпараттар шығатын болса, біз де өзіміздің қолымыздағы мәліметтерді шығарамыз. Сондықтан менің енді әңгіменің тоқы тері түйіні Ғабит Әбдімәжітұлы, сіз енді президенттің осы жердегі сенімді өкілісіз. Сіз енді бір жылдың ішінде қаншама бастамаларды өмірге алып келіп жатсыз. Мен шын мәнінде сіздің мынау істеп жатқан жұмыстарыңызды, президенттің саясатын қолдаймын. Сондықтан менің де әріптестерім, журналистер қолдайды. Оның ішінде мына маслихат депутаттары, Аманат партиясының фракциясы қолдайды. Мен өзім мына Аманат партиясында жер аманаты деген
комиссияның төрағасымын. Қазір қаншама жерлер қайтып жатыр халықтың игілігіне. Сондықтан халық білу керек деп жатыр. Менің бұл жерде сөйлегендегі мақсатым, мына мінберді пайдаланып жатқандағы мақсатым, халық осы игіліктердің бәрін білсе, халыққа дұрыс ақпарат жетсе, сонда біз президенттің саясатының шын мәнінде барлығымыз үлес қосқан боламыз. Сонда біз президенттің саясатының әділетті Қазақстан, сонда игілігін жақын уақытта көреміз деген мақсатта айтып отырмын. Сондықтан мені дұрыс жағынан түсініңіздер. Осы менің хабарламамды Анарбек Орман мырзаға жетті деп ойлаймын. Біз ешкімнің ар-намысына тимейміз. Біз нақты шындықты осы елдің алдында, тікелей эфирде, бұқаралық ақпарат құралдарының алдында мен ол кісіге ашық кәдімгі пікірсайысқа шығуға дайынмын. Сондықтан елді біз дұрыс ақпаратпен шатастырмайық. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Осы мәселелер енді мынау бізде ішкі саясат басқармасы бар. Осылардың бәріне мынау дұрыс ақпарат беруін мен сұрадым. Дұрыс ақпарат берсе халыққа. Біз де осы жерде президенттің саясатының өміршең өту бағытында біз де жұмыс істеп жатырмыз. Бірақ біздің жұмысымыз халыққа жетпей жатса, дұрыс насихатталмай жатса, біздің істеген жұмысымыздың нәтижесі болмайды. Сондықтан осы нәрсені қаперіңізге салсаңыздар. Рахмет сіздерге. Сол жаңа одан бөлек Талғат Дүйсебайұлының жаңа айтқанына қосылғым келеді. Мен де осы мүмкіндікті пайдаланып. Жалпы жаңа толықтай осылын мен біреуден алып, бір кісілер айтады екен, алып басқа біреуге берейін деп жатыр өзінің. Ондай білесіздер жақсы, ондай ниеттер жоқ. Бәрі бұл мәселе президентпен тікелей келісілген мәселе. Негізі орны осы жалпы мемлекеттің иелігінде болған дұрыс. Ол тарифта түседі. Талғат Дүйсебайұлы айтқандай атап өткен ондай мәселе бар. Бізде есебінен қымбат. Мемлекеттен жаңа жүйелер, кәріз жүйесі болсын, су жүйесі болсын. Мына жақта енді бауырымыз отыр ғой, ВРМ-да істеген. Ашығын айтқанда алынған ақша орнымен жұмсалмаған, оның бәрінен әрине мен құқық қорғау органы емес, ол қазір тексеріс аясында белгілі болады, бәріне жариялап отырамыз, қанша бәрін. Мемлекеттен жаңа субсидиямен бөлінген қаражаттан салынып отырды. И ол дұрыс бармаған. Қазір соның бәрін тексере бастап еді, қайтып жұмыста тездете бастады, байқасаңыздар. Тез қазып, тез трубаларды ауыстырып, ана тозығы жеткен. Сол енді уақыттың, енді сәл уақыттан кейін енді ертелі кеш мемлекетке қайтып, жаңағы Анарбек Орман ағамызды түсінер. Мемлекет айтады, плохой менеджер деген бұл жерде орынсыз, себебі 21 жылы УВИК айтқан, УВИК айтады, убыточное предприятие жоқ, ондай емес, УВИК өз-өзін асырап отыр қазір. Бірақ әрине 30%, 70% ВРМ-де 30% болмайтын УВИК-та болса, әрине ол байып кетпейді. Основной бәрі водоводтар, основной магистральдар, бәрі сол ВРМ-де қалып кеткен. Мемлекет салғанша Талғат бауырымыз дұрыс айтып отыр. Енді оның бәрін көре жатармыз, бірігіп жаңа айтайын дегенім осылай тағы да айтылған, бірігіп алға жүрейік, халқымызға, елімізге, президентімізге, қаламызға қызмет ете берейік. Тағы да сіздерге рахмет, бүгін қолдауларыңызды. Рахмет, Ғабит Әбдімәжітұлы. Құрметті әріптестер, кезекті сессиядағы жаңа айтқанда барлық күн тәртібі қаралды. Сессияны жүргізу барысында сын ескертпелер бар ма?